Енді тағы да бір ұсыныс болмаса кеңес деп айтайын. Біз айтып едік қой, балалардың тапсырмаларын сіз өзіңіз жүктесеңіз болады. Мысалы, сіз сыныпта оларға парақпен емтихан алған болсаңыз, сіз өзіңіз істей аласыз. Бірақ айталық, сіз үй тапсырмасын бересіз, балалар үйден өздері параққа бұны шығарады да сізге тапсыру керек. Онда сіз Gradescope-тың мобильді қосымшасын қолдансаңыз болады. Балалар бұл мобильді қосымшаны жүктеп алады, оның иконкасы мында экранда тұр. Одан кейін балалар үйлерінде тапсырманы дәптеріне болмаса параққа жасайды. Жасағаннан кейін олар сол приложение арқылы сізге жұмыстарын жібере алады. Бұл приложение iPhone-ға да бар, Android-ға да бар, функционал ұқсас. Тура сол аккаунтпен олар өздері логин парольмен кіреді. Кіргеннен кейін олардың тапсырмалары уже автоматически бәрі көрініп отыратын болады. Кіргеннен кейін олар сіздің берген үй жұмысын көреді, көргеннен кейін ішіне кіреді. Ішіне кіргеннен кейін мысалы бір тапсырманы көрді. Бұл жерде екі түрлі вариант болуы мүмкін. Олар тапсырманы парақпен жасаған болуы мүмкін, бірақ кейбір тапсырмалар болады, мысалы компьютермен кодинг болатын болса, оны код ретінде сразу тапсырылатын болады. Негізі бұл приложениенің ішінде олар бүкіл тапсырмаларды уже көре алады. Қай тапсырмаларды, мысалы, қай тапсырмалар оларға берілді, қай тапсырманы олар уже жүктеп жіберіп қойды, қай тапсырмаларды әлі жасаған жоқ, енді жасау керек, қай тапсырмалар уже бағаланып қойды. Осының бәрін приложениенің ішінде балалар өздері көре алады. Негізі өте ыңғайлы. Енді мына жерде мысалы көз алдарыңызда бір тапсырма тұр. Мен осы мысалы информатикадан осындай бір тапсырманы көрдім, әлі мен тапсырмағам. Мына жерде not submitted деп тұр. Болмаса homework 1 деп тұр. Тағы бір үй тапсырмасы бар. Бұны да әлі мен жүктемегем. Енді мына жерде қарасаңыздар, астында homework 1 PDF деп тұр. Яғни мұғалім оқушыға бағанағы шаблон тапсырмасын осының ішіне жүктеп қояды. Оқушы бұл PDF файлды ашып, сұрақтарды сол жерден көре алады. Енді мысалы бұл файлды ол жүктейді, жүктегеннен кейін толтыра бастайды. Одан бөлек мына жерде байқасаңыздар, бұл тапсырма қашан берілді және де қай күнге дейін екенін жоғары жақта көре аласыздар. Мына жерде оның бәрі детально жазылған. Енді қараңыздар, бала өзінің жұмысын орындады деп айталық. Одан кейін ол приложениенің ішінде камераны ашып, бағанағы дәптеріндегі болмаса бір парақтағы шығарған нәрселерін суретке түсіреді, осының ішіне сразу жүктей алады. Бірнеше бет болса, оны бірнеше бет қылып түсіреді. Түсіргеннен кейін бұның бәрі сақталады. Енді мына жерде бір тексеріп алуға болады. Егер кейбір суреттерде качество онша емес болса, қайттан түсіріп жіберуге болады. Жібергеннен кейін автоматически сіз қай уақытта бұны жібергеніңіз көрінеді. Мысалы, сіз кеш тапсырдыңыз ба, немесе уақытында тапсырдыңыз ба, осы жерден сразу бұның бәрі байқалып отырады. Енді бұл жерде сіз мысалы мына мысалда 3 сұрақ бар. Сіз 2 бетке шығардыңыз оқушы ретінде. Мысалы, оқушы 2 бетке шығарды. Оқушы мына жерде белгілей алады. Бірінші сұрақ қай бетте екен, екінші сұрақ қай бетте екен, және үшінші сұрақ қай бетте екен. Бұл не үшін керек? Gradescope платформасы тексерген кезде бұны сразу автоматически табу үшін оқушы осындай нәрселерді жасап беріледі. И міне бітті. Яғни тапсырма жіберілді, уже тапсырма кетті. Оны мұғалім уже көріп, одан бөлек тексеретін болады. Тексерген кезде бала бұны қайттан көре алады. Егер сіз қате жіберген болсаңыз, сіз қайттан бұны тапсыра аласыз, ондай ешқандай шектеу жоқ. Сіз камерамен түсіре аласыз, болмаса айталық, сіз уже бұны кезінде істеп қойдыңыз, суретке түсіріп қойғансыз, өзіңіздің галереядан да жүктеп жібере аласыз. И бұның ішінде бүкіл нәрселер сақталады. Бұл егер оқушы бұны жасайтын болса, онда ол осы үйден отырып, телефонмен ақ бұның бәрін жасай алады. Бұл негізі өте ыңғайлы. Мысалы, төмендегі оқушылардың айталық компьютерлері болмаса, олар телефон арқылы бұл тапсырмалардың бәрін жасай алады. Тапсырманы жасаған кезде енді олар параққа шығарады кәдімгідей. Одан кейін телефонда сол Gradescope-тың мобильдік қосымшасымен суретке түсіріп тапсырмаларын жібереді. То есть өте ыңғайлы,
бұны телефоннан отырып толтырудың қажеті жоқ, ноутбуктан толтыратын қажет жоқ. Олар кәдімгі параққа, дәптерге шығарып, телефонмен суретке түсіріп жібере салады. Бітті. Градескоп ары қарай қалған нәрселердің бәрін өзі мұғалімдерге дайындап береді. Мұғалім ары қарай ол бүкіл жіберген тапсырмалардың бәрін әдеттегідей группаларға бөліп, тез бағалап шығарады. Бұл шынымен өте ыңғайлы. Бір ғана нюанс бар. Балаларда интернет болу керек. Және де мобильді қосымшаға кірген кезде олар өздерінің аккаунттарының логин парольдарын білу керек. Осы нәрселер бар болса, сіз бұны уже қолдана аласыз.